Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте керемет дәмді құймақ жасайтын боламыз. Барлық ингредиенттерді осы видеоның астына жазатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алда көп рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Содан соң жарты шай қасық тұз салып, аздап араластырып шығамыз. Енді бір ас қасық қант салып, аздап тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Енді сүтімізді қосамыз. Сүтті мен алдын ала микроволновкада жылытып алдым. Сүттің жартысын қосамыз. Енді ұнымызды саламыз. Мен бәрін салдым. Бір келкі етіп араластырып шығамыз. Осындай масса болып шығу қажет. Құймағымызды пісірген кезде арасы түйіршік болып шықпайды. Енді қалған сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болған соң, бір жарты шай қасық сода саламыз. Содан соң тағы да араластырып шығамыз. Ең соңында 2 ас қасық сұйық майымызды құйып аламыз. Тағы да аздап араластырып шығамыз. Біздің массамыз дайын, енді құймағымызды пісіреміз. Плитаның астын қатты қойып, сковородкаларыңызды жақсылап қыздырып алыңыздар. Сосын ішін сұйық маймен майлап шықсаңыздар болады. Сонда ең бірінші құймақтарыңыздың асты жабысып қалмайды. Осылай екі жағын қызартып пісіріп шығатын боламыз. Құймақтарымыз дайын болып пісіп шықты. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлвира.